Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, жамағат. Алла Тағала жасаған жақсы амалдарымызды қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мыңға жуық, тіпті мыңнан астам хадистері бар. Барлығында осы Алланың үйі мешіттің артықшылығы жайында айтылады. Мешітке келудің, мешітте намаз оқудың, мешітте намаздан кейін намазды күтіп отырудың, мешітте білім алудың, Құран оқудың, мешіттің айналасындағы амалдарды, сауаптарды жеткізетін хадистерді біз санайтын болсақ, оның саны мыңнан асып кетеді. Бұның барлығы бізге нені көрсетеді? Мұсылманның өмірінде мейлі ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманындағы мұсылмандар болсын, мейлі ол орта ғасырдағы мұсылмандар болсын, мейлі ол қазіргі кездегі немесе қияметтің қарсаңындағы мұсылмандар болсын, барлығының өмірінде мешіт ол өте маңызды орын алатынын көрсетеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде енді мешіт салатындай болмады ғой, заман білесіздер. Мадинаға көшіп, Мадинаға кірмей тұрып, ана Құба деген жерге тоқтады ғой. Артынан Али келеді, жаңағы аманаттарды тапсырып кеткен, тағы да басқа сахабалар қосылады. Сонда риуаяттерде келеді, ол жерде бір 14-15 күнде ғана тұрақтады дейді Құбада. Бірақ сонда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең кетем ғой, ертең негізгі көшіп бара жатқан жерімізге жетеміз ғой деген жоқ, сол жерге мешіт салды дейді. Білесіздер, исламдағы ең алғашқы мешіт ол Құба мешіті. Қазір Мадинаға барған кезде қажылар, умра жасаушылар сол Құба мешітін барып зиярат етеді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны 3 қасиетті мешіттің қасына қосып, 4-ші қасиетті мешіт деп санағанда. Әл-Харам мешіті, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешіті, Ақса мешітінен кейін 4-ші орында тұратын ол Құба мешіті. Оған барып намаз оқысаң, умраның сауабын аласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі әр аптаның сенбі күні кейде жаяу, кейде көлікпен, яғни атпен немесе есекпен сол жаққа барып намаз оқып тұратын болған. Басқа мұсылман сенімінде, жалпы шариғатта жер бетіндегі ешқандай бір мешітке мен соған барып намаз оқысам артық сауап аламын деп арнайлап баратын жер жоқ басқа. Осы төртеуінен басқа да. Мысалға, қандай кез келген мейлі үлкен мешіт болсын, әлемдегі ең үлкен мешіт болсын, мысалға 100 000 адам сиятын деген сияқты, не бір соңғы архитектуралық үлгіде салынған болсын, ол оған артықшылық бермейді. Артықшылықты тек шариғат бекітеді. Сіз осы 4 аталған мешітке ғана қараңыздар. Бұл нені көрсетеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 апта, 1 апта тұрақтайтын жердің өзіне мешіт салуы, ол ешбір мұсылман шоғырланған жердің мешітсіз болмау керек екенін көрсетеді. Түсіндіңіздер ме? Және мешіттің жетімсіреп тұрмауы да керек та. Ол мешіт мұсылмандардың салуы бір міндет. Айша анамыз айтады, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға фидур деп келеді. Дур деген, былайша айтқан кезде, аудан, аумақ, кішкентай мұсылмандар тұратын бір 10 үйлік болса да тұратын жерлерді айтады. Сол өзіміздің жаңағы тұратын елді мекендерімізге мешіт салуымызды бұйырды дейді. Қараңыз, салу бір міндет. Және оны таза етіп ұстауымызды бұйырды дейді. Ары қарай мешітпен тығыз байланысты да бұйырған да. Енді оны ары қарай ашып көрсететін бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен кейде дейді, мынадай бір маған ой келеді дейді. Хамамту деп келеді, кейде бір осылай істесем бе деп ойлаймын дейді. Құптан намазына біреуді имамдыққа шығарып қойып, білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзі тірі кезінде оның алдына ешкім имамдыққа шықпайтын еді. Абу Бәкірдің өзі соңғы ауырыңқырап жүрген кездерінде жаңағы орнына имамдыққа шығып, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі келген кезде бірден шегінеді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған сен тұра бер деп ишарат еткеннің өзінде де не дейді? Ибн Абу Құхафаның баласы өзіне айтып тұр ғой, сіздің алдыңызға шығуға хақысы жоқ дейді. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі имамдыққа. Енді ол айтады пайғамбарымыз, кейде ойлаймын дейді, құптан намазына біреуді имамдыққа шығарып қойып, намазды оқытқызып қойып, өзім мына үйлерді араласам ба деп ойлаймын дейді. Неге? Сол кезде үйлерінде намазға шықпай, келмей отырған адамдардың үйлерінің жанына отын апарып жинап, үйлерін өртеп жіберсем ба деп ойлаймын дейді.
бұл оны істеген жоқ пайғамбарымыз, оны істе деп ешкімге бұйырған да жоқ. Тіпті ол дұрыс та емес қой, бірақ соншалықты ауыр нәрсе дейді да. Мына үйіңнің алдында, ауылыңда мешіт бола тұра, азан айтылып жатыр, сен оны естіп жатсың, сен намазға бармай үйде отыруың себепсізден себепсіз. Ол ауыр нәрсе екен, осылай көрсеткен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін де әйгілі бір соқыр сахаба келетін оқиға бар ғой. Мен көзім көрмейді Алланың елшісі деген кезде, маған азанға намазға келмесем бола ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болады дейді да, артынан тоқта деп шақырып алады. Сен естисің ба азанды дейді. Көзің көрмейді ғой, бірақ естисің ба дейді. Естимейді, онда сен келуің керексің дейді да. Қараңыз да. Осыншалықты тығыз байланыс әрбір мұсылманда ол мешіттен болуы керек. Өйткені адам мешітте жүріп қана өзінің діни шариғи білімін толықтыра алады. Мешітте жүріп қана адам өзінің иманын қуаттай алады. Мешітте жүріп қана адам өзінің құлшылық ғибадаттарын түгендей алады. Және біз қазір мысалға бір нәрсе білейік деп келіп отырмыз ғой мешітке. Өзіміздің дініміз туралы, шариғат туралы бір нәрсе естейік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы бірдеңе білейік деген мақсатта келіп отырмыз. Бұл білім жолы да, бұл біліңіздер. Адам мысалға бір медресеге барып білім алып оқитын болса, оның барған жолы қалай білім жолы деп есептелетін болса, сіздің үйіңізден сондай ниетпен, мақсатпен мешітке шығуыңыз бірінші кезекте әрине намаз оқиын деген, онан кейін сол айтылған уағыз насихатты тыңдайын, берілген білімді алайын деген ниет болатын болса, ол жерде сіз білім алушы болып есептелесіз да. Анау хадисте айтқан бүкіл оған жаратылыстың бәрі кешірім сұрайды, истихфар айтады деген нәрсенің барлығы сізге қатысты болып есептеледі. Онан соң бұл білім адамды адам қылатын нәрсе да. Адамды адам қылып тұратын нәрсе ол білім. Адам алейхиссаламды Алла Тағала ең әуелі жаратқан кезде, енді білесіздер, бастапқы кезде тек сұл бастырды ғой, батпақтан оны денесін жасап қойды, бірақ жаны үрленген жоқ та. Оған рух үрлегеннен кейін ең бірінші адамға берілген бұйрық, қараңыз, міне кеудесіне жан енді қонды да Алланың қалауымен. Оған ең бірінші берілген бұйрық Имам Бухаридің Сахих хадисі жинағында келеді. Адам алейхиссаламға Аллах Тағала айтады: «Изхаб фасаллим аля улаика нафарин минал малаикати джулус» дейді. Бар да, анау отырған бір топ періштеге сәлем бер. Сөйтте олардың саған не деп жауап беретінін тыңда. Бұл сенің және сенің ұрпағыңның қияметке дейінгі өзара сәлемдесу үлгісі болады деп айтты да. Қараңыз. Ең бірінші қайда адам қадамдарды басып тұр? Білім алуға басып тұр да. Барып үйрен деп жатыр да. Ана періштелердің саған жауабын үйрен, соны жаттап ал. Және ол сенің және ұрпағыңның қияметке дейін сәлемің болады. Қарасаңыз, адам міне жаратылып енді қадамын басқан кезде ол білім жолында басып тұр да. Көрдіңіз бе? Алла Тағала әдейі сол алғашқы қадамдарды білім жолында етіп қойды. Онсыз сен адам бола алмайсың деген сөз да бұл. Онсыз сен адами қасиетің жаңа бойында ұстап тұруың, оны жинауың, ол онсыз қиын деген сөз да. Сондықтан құрметті бауырлар, осындай әсіресе мысалы қыстық мезгілдері келе жатыр міне, қазір күн қысқа, түн ұзақ, кешкі уағыздарды, осындай кешкі сабақтарды асықпай емін-еркін тыңдап отыра беруге болады да. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында құптан намазын өте кеш оқитын болған ғой. 3 сағатқа, 4 сағатқа кірген уақытынан кешіктіретін болған пайғамбар саллаллаху алейхи мешітінде. Неге? Өйткені барлығы шаруаларын бітіріп мешітке келсін, мешітке жиналсын деген мақсатта. Тіпті анау риуаяттарда келеді ғой, намаз күтіп отырған сахабалар малдас құрып отырып ұйықтап кететін еді деп. Соншалықты ұзақ болады да ол жер. Сондықтан қазіргі уақытта біздің мешіттен қол үзуіміз, мешіттен алыстауымыз біздің иманымызға, тақуалығымызға тікелей әсер ететін және үйіміздегі имани тәрбиеге де тікелей әсер ететін нәрсе. Мынау енді қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәуліт айының соңғы күндері болса керек. Сол үшін де көп жерлерде жиналып бас қосып жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды еске алайық, ол туралы оқиық, тыңдайық деген мақсатта. Бұл енді әрине жаңағы кейбір кісілер айтып жатыр ғой, бұл қазір бидғат, анау мынау деп. Бұл бейне бір Рамазан айында біз Құранға бет бұратынымыз сияқты ғой. Әйгілі имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмадтар мысалға жыл 12 ай сабақ береді. Оның алдында деген 5 мыңдап, 10 мыңдап шәкірттер отырып, жан-жақтан әлемнің түкпір-түкпірінен келіп сабақ алады да. Бірақ ол имамдар Рамазан айы келген кезде бүкіл шәкірттерін қайтарып, сабақтарын тоқтатып, Құранға, тек қана Құранға отырады дейді. Өйткені Рамазан Құран түскен ай.
Рамазан айында Құран түскен айда сен көбірек Құран оқуың артықшылық болып саналады. Сол сияқты бұл Рабиул Аувал айы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген ай болғаннан кейін, ол басқа айларда сен оны еске алма, басқа айларда ойлама, ол туралы оқыма деген сөз емес. Бірақ сен осы айда бұл басқа айдағылардан да бетер, содан да көбірек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды еске алуың, ол туралы ізденіп білуің, ол жаңағы Құранның көбірек оқылуы сияқты ғой. Және онымен қоса, бұл жай ғана дүниеге келу деген, біз айтамыз ғой, туған күн, мәуліт деген ол туған уақыты деп. Ол әшейін бір туған күн емес та. Ол әлемге мейірім келген күн да. Имам Ибн Касир айтады, Кахф сүресінің тәпсірінде келтіреді. Кахф сүресі білесіздер, астағфирулла, алхамдулиллахиллази анзала аля абдихил китаб деп басталады ғой. Құлына кітапты түсірген Аллаға мақтау, мадақтар болсын деп. Сол жерде имам Ибн Касир айтады, бұл мақтау, мадақ деген сыйға әлхамд, ол шүкір мағынасында ғой. Біз мысалға шүкір деген не деп айтамыз? Аллаға шүкір деген әлхамдулилля дейміз. Әлхамдулилля, Аллаға шүкір деп. Сондай формада келіп тұрғаннан кейін, ол шүкір неге айтылып жатыр? Алла тағаланың құлына кітапты түсіргеніне айтылып жатыр дейді. Құран ғой енді кітап деп тұрғаны. Сонда имам Ибн Касир айтады, жер бетіне түскен Алланың нығметтерінің ең үлкені ол Құран дейді. Бүкіл адамзат тарихында Алла тағала жер бетіне қанша нығметтер түсіріп жатыр ғой. Нығмет деген не нәрсе? Нығмет деген біздің өмірде көріп жатқан жақсылық қой. Сенің өмірің, денсаулығың, бала шағаң, жұмысың, айлығың, табысың, бүкіл сен өмірде қандай жақсылық көріп жатсың, соның бәрі нығмет, және соның бәрі Алладан. Уама бикум мин ниъматин фаминаллах. Сендер не нығмет көрсеңдер де, өмірде не жақсылық көрсеңдер де, оның бәрі Алладан дейді. Енді қараңыз, сол нығметтердің ішіндегі бүкіл адамзат тарихында көрген ең үлкен нығмет ол Құранның түсуі жер бетіне. Ал енді ол Құран кімге түсіп тұр? Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға түсіп тұр. Енді Алланың қараңыз жаудырып жатқан мейірімін, Алланың бізге нәсіп етіп жатқан шарапатын, қамқорлығын алып келіп тұрған ол кім? Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Міне сол үшін біз бұл жаңағы жай ғана туған күн емес, жай ғана дүниеге келген ай емес, ол мейірім жауған уақыт деп айтып жатырмыз. Ал енді ондай кездерді, ондай уақыттарды еске алып тұру, «Вазаккирхум би айямиллах» деді ғой Мұса алейхиссаламға. Өзінің қауымын ана жаңа Фирғауынмен соғысуға дайындап жатқан кезде не істеді? Фирғауынмен жаңа ана ненің ішіндегі Жабабира дейді ғой, жаңағы сол үңгірдің ішін мекендеген жаңағы бір халықпен соғысуға Фирғауынның несінен алып шыққаннан кейін дайындап жатады ғой Мұса алейхиссалам өзінің қауымын. Сол кезде Алла тағала оларға «Вазаккирхум би айямиллах» дейді. Оған Алланың көрсеткен нығметтерін есіне сал дейді. Қараңыз да, өтіп кеткен нәрсе ғой негізінде, өтіп кеткен тарих. Оны Фирғауынның езгісінен алып шықты Алла тағала, мысалы Мұсаны жіберіп. Соны естеріне түсір деп жатыр да. Алла тағала сендерге осындай нығмет беріп жатыр. Өстіп сендерді неше жүз жылдаған көрген қорлықтарынан алып шықты. Сендерді осындай жаңа нығметке бөледі. Қалаған жеміс жидектеріңді, қалаған жаңағы жегілерің келген нәрсені аспаннан түсіріп берді, жерлеріңді берді деген сияқты нығметтердің барлығын айтып келіп, енді Алланың әмірін неге орындамайсыңдар? Анау соғыс деп тұрған қауыммен неге соғыспайсыңдар? деп жақсылықты айтып қайра деп жатыр ғой. Ғалымдар айтады, осы біздің мәулітіміздің дәлелі дейді. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бізге келуі, оның бізге жаңағы мейірім әкелуі, біз оны еске алып отыруымыз, ол ғибадат дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі мешітте бір күні осып шығып келсе, дөңгеленіп отырып алған бір топ сахаба өзара әңгімелесіп отыр екен. Сонда не істеп отырсыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Не істеп отырсыңдар дейді. Біз Алланың бізге берген ислам нығметін айтып өзара шүкір айтып отырмыз дейді. Қараңыз да, ғибадат жасап отыр ғой мешіттің ішінде. Алла үшін бас қосып, сол нәрсені айтып отырмыз дейді. Сонда пайғамбарымыз оларға сүйінші айтады, егер Алла үшін отырған болсаңдар, Алла тағала сендерге куә болды, сендердің жаңағы періштелерді куә етті, күнәларыңды кешірді деген ары қарай хадис жалғасады. Сондықтан бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды солай айтып, солай еске алып отыру, ол үлкен ғибадаттардан саналады. Құранда Алла тағала «Лақад жаакум расулун мин анфусикум» дейді, сендердің өз іштеріңнен сендерге елші жібердім дейді. Бұл іштеріңнен деп егер арабтарға қарай айтылды десек, онда ол арабтан шықты деген мағынада. Ол да сахих, дұрыс. Ал егер адамзат баласына жалпы қарата айтылды десек, өздерінің іштерінен, яғни сендер сияқты адамнан жібердік деп тұр ғой, періште емес, жын емес, басқа емес,
өздерің сияқты кәдімгі ет пен сүйектен жаратылған адамнан біз елші жібердік деп тұр. Енді осы жерде Қадият деген үлкен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы алдындағы үмбетінің міндеттері жайында кітап жазған ғұлама ғой. Сол айтады, бұл әнфусикум деген сөзді кейбір тәпсір ғалымдар қырағаттарда әнфасикум деп келеді дейді. Әнфас деген ең таза деген мағына шығады. Сендердің іштеріңнен деген сөз, сендердің ең тазаларынан біз пайғамбарды таңдап алдық деген сөз. Өйткені пайғамбарымыздың өзінің хадисі бар ғой, Алла тағала мені сол Бану Хашимнің ішінен таңдап алды, Бану Хашимді Құрайштың ішінен таңдап алды, Құрайшты арабтың ішінен таңдап алды деген сияқты өзінің мағынасында хадис бар. Қарасаңыз, ең ардақты, ең абзал, таза жаратылысты пайғамбар етіп жіберсе, соның айналасына хадисте келеді, мына адамдардың бәрін не қарап дейді, Алла тағала назар салды. Сөйтіп солардың ішіндегі ең тазаларын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айналасына жинады дейді. Салыстырмалы түрде де қараңыз. Сол замандағы, сол тұстағы ең таза, ең мына фитрат деп тұрғанымыз, Алла тағаланың жаратқан таза табиғаты ғой былай адамның. Сол тазаларды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айналасына жинап берді. Қараңыз да, осындай ардақты, осындай абзал адамдардың, яғни Алла тағаланың таңдаулы адамдарының қалдырған жолымен біз қазіргі күні жүргенімізге шынымен де Алла тағалаға шүкір етпесек, одан басқа ешқандай амалымыз жоқ. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір риуаятта Саубан деген қызметші сахабасы болған, сол деп келеді, бір риуаятта басқа сахаба деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасына келеді де көзіне жас алады. Не болды ей Саубан деп сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Не болды дейді. Я Алланың елшісі дейді. Біз қазір сенің қасыңда міне осылай отырамыз, намаз оқимыз, сенімен бірге уағызың тыңдаймыз. Бір сәл шаруамызбен немесе үйімізге кетіп қалсақ, аз ғана уақыт сені көрмей қалсақ, біз кәдімгідей саған қарай құштарланып, сені сағынып тұрамыз дейді да көзіне жас алады. Қараңыз да. Ал енді ертең қияметте сен жәннатқа кіресің дейді. Анық жәннатқа кіресің. Біз дейді, егер кіріп жатсақ дейді, қараңыз да, енді басқалар белгісіз ғой. Біз кіріп жатқанның өзінде де сен пайғамбарлармен боласың, үлкен дәрежеде боласың. Біз қарапайым өзіміз сияқты адамдармен бірге боламыз. Ол кезде мүлдем көре алмай қаламыз ғой дейді. Қараңыз, дүниедегі не үшін айтып отыр? Сәттер ғой әшейін. Мысалы, бір күн көрмей қалсақ, жарты күн көрмей қалсақ, соның өзіне біз шыдамай жатырмыз. Ал ертең қияметте мәңгі бақи көрмей қалсақ не болады? Сен жәннатқа кіріп жоғары дәрежеге кетіп қалсаң, біз жай әшейін қарапайым адамдардың қатарында болып қалсақ, мүлдем сенен қол үзіп қалсақ қайтеміз? Сол кездегі халімді ойлап көзіме жас алам деп айтады ғой. Сонда Алла тағала мына бір аятты түсірген екен да. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Кім Аллаға және оның елшісіне, яғни пайғамбарға бойсұнса, олар Алланың нығметіне бөлегендермен бірге болады дейді. Кімдер? Минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухадаи вас-салихин. Пайғамбарлармен, шыншылдармен, шахидтермен және салихалылармен болады. Ва хасуна улаика рафиқа. Олар қандай жақсы серік дейді. Қараңыз, бұл аят түсіп тұр ғой. Сен пайғамбарға бойсұндың ба, соның айтқанымен жүрдің ба, ізіне ердің ба, онда сен сонымен бірге боласың жәннатта деген Алланың аяты да анық. Қараңыздар, сол аят түскен кезде жаңағы сахабаны шақырып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілеп тұрды. Және Анас ибн Маликке оны өзінің сөзімен айтады. Ол аятымен ғой. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі болып саналады. Анас ибн Маликке адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деп айтады. Сен амалыңмен пайғамбарға жете алмайсың. Ешбір сахаба, Абу Бакр тіпті Омар болсын, өзінің істеген амалдарымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жете алмайды. Өйткені айтты ғой, сендердің араларында ең Алланы қатты танитын менмін деді. Ең Алладан қатты қорқатындарың менмін деді. Ең араларындағы тақуалықты ұстанатындарың менмін деді ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді оның амалына кім жете алады? Бірақ Анасқа айтып жатыр, сен жете алмағанымен амалыңмен, бірақ жүрегіңдегі маған деген махаббатың болса, сен сол махаббатыңмен жетесің деді. Сонда Анас ибн Малик айтады, исламнан кейін біз бұл хабарға, дәл осы хадиске қуанғандай басқа еш нәрсеге қуанған жоқпыз. Бір жүрегіміз орнына түскендей болды дейді. Бәрінің ойында осы нәрсе жүр ғой сонда. Тек жаңағы Саубан сахабаның ғана емес, бүкіл Анас ибн Малигі бар, басқасы бар, бүкіл сахабаның уайымы болған ғой бұл нәрсе. Ертең пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірден өтсе, ол жәннатқа кірсе, біз арамыз ажырап қалса, сол кездегі халіміз не болады деген уайым, қорқыныш бүкіл сахабаларда болған да. Осы сөзді айтып болып Анас ибн Малик айтады,
Уаллахи дейді, мен Алланың елшісін, Абу Бакырды, Омарды жақсы көремін дейді. Қараңыздар. Бірақ бұл жерде жақсы көру дегенді Анас ибн Малик тағы бір оқиға келтіреді. Қалай болатынын бізге айтады да. Жақсы көру деген қалай болады, мен сендерге айтайын дейді. Бірде мынау Бахрейн жақтан бір тайпалар, ру тайпалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ислам қабылдауға келді дейді. Сөйтіп исламның пайғамбар саллаллаху алейхи шарттарын, халал харамдарын, ғибадаттарын, парыздарын түсіндіріп отырды дейді. Сол уақытта намаздың уақыты жақындап қалған болса керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет алатын су алдырды дейді. Сөйтіп оған мынандай табақ сияқты, леген дейміз ғой, сондай ыдыспен су әкеп берді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның ішіне қолын батырды да былай су алып дәрет алды дейді. Сөйтіп отқанда дәрет алып болады ғой енді. Ана ыдыстың түбінде қалған суды көріп, жаңағы сырттан келген, иман келтіруге, ислам қабылдауға келген адамдар таласып тармасып қолдарын оларда тығып, ана суды ішті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолы тиіп тұр ғой енді ана суға. Сонда пайғамбарымыз бұны көрді де, бұны не істеп жатсыңдар деп сұрады дейді. Не істеп жатсыңдар сендер деп сұрады дейді. Аналар айтты дейді, біз Алла мен оның елшісін жақсы көреміз. Сол үшін біз осындай әрекетке бардық деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға былай деп жауап береді. Егер шынымен Алла мен оның елшісін жақсы көретін болсаңдар, және Алла мен оның елшісі де сендер жақсы көргенін қаласаңдар, қараңыз, сен жай имам ибн Касир айтады, сені жақсы көруің маңызды емес дейді. Сені жақсы көруі маңызды дейді. Шынымен ғой, Алла мен оның елшісі сені жақсы көру керек. Біз сол үшін жаңағыдай амалдар жасаймыз. Не үшін? Алланың махаббатына іліну үшін, Алланың елшісінің махаббатына іліну үшін. Сонда егер олар да сендер жақсы көргенін қаласаңдар, онда мына үш нәрсені өсиет етемін дейді ғой. Қараңыз да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Мына үш нәрсені өсиет етемін. Біріншісі, ешқашан өтірік айтпаңдар дейді. Қараңыз да. Өтірік айтпаңдар дейді. Екіншісі, аманатқа қиянат жасамаңдар дейді. Қандай да бір жауапкершілік тапсырылды, мейлі ол отбасы болсын, мейлі ол жұмыс болсын, мейлі басқа болсын, уәде бердіңдер да біреуге мысалы. Соған қиянат жасамаңдар. Үшіншісі, көршілеріңмен көркем мінезді болыңдар дейді. Қараңыз да. Жақсы көруді айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жаңағыдай мені көп айтыңдар, мені көп жаңағы осылай жиналып алып, өмірімді оқыңдар. Оның бәрі жақсы әрине, оның бәрі жақсы. Бірақ одан нәтиже шығу керек та. Одан нәтиже шығу керек. Біз оны үстімізге, киімімізге жазып алып, мен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмбетімін, немесе жақсы көремін деп, оны статусқа қойып, немесе басқа, ол нәрсе ештеңе шешпейді деп тұр ғой. Айтпесе жаңағыдай әрекет істеп жатыр ғой мысалға, көрсетіп тұр ғой өзің жақсы көретінін, дұрыс па? Ана қолы тиген суға, олар да қолдарын тигізіп соны ішіп жатыр ғой. Мысалға біреулер жүруі мүмкін осы уақытта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жерде сақал көрсетіліп жатыр екен десе, соған таласып тармасып барып соны сүйіп, дұрыс па? Бұл тыйым салынған іс емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы сахабаларға тыйым салар еді ғой. Бұлай істеуге болмайды, істемеңдер бұлай деп айтар еді ғой. Тіпті кейбір риуаяттарда мына дәрет алған кезде қолынан үзіліп ағады ғой бұлай сулар. Сол судың астына қолын тосып ішкен деп те келеді бір риуаяттарда. Тіпті жерге түскен мына дәрет алып жерге түседі ғой сулар. Сол судың мына ылғалы болады топырақтың беті. Сол ылғалға қолдарын ұрып бұлай, сонымен беттерін сипаған деп те келеді. Оның бәрін көріп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оған ештеңе деп жатқан жоқ. Бірақ сендердің махаббаттарың бұлай емес, басқаша көріну керек деп жатыр да. Анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұбарак сақалына бір очеркпен тұру, немесе тағысын тағы жаңағыдай бір, қалай айтсақ, сырттай бір жақсы көретін болып көрінген істермен емес, сенің мына көркем мінезіңмен деп тұр ғой. Өтірік айтпа деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірден бір сипаты ғой. Шыншыл деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анау ес білгелі, естіп келе жатқан сипат ғой, дұрыс па? Анау Сафаның төбесіне мініп алып, мына артымда жау төніп келе жатыр десем, сенесіңдер ма деген кезде, бұған дейін сенен бір өтірік естіген жоқпыз, неге сенбейміз деді оған. Ал жаңағы қиянат жасамаңдар деген Мұхаммадун амин деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Аманатшыл, аманатқа берік, ешқашан қиянат жасамайды деген мағына ғой. Ол сонысымен танылды. Қанша дұшпандық қылып, соғысып, оның дініне қарсы болып, күпірлік жасап жүрсе де, не істейді? Мүшриктер келіп, оған заттарын тапсырады да. Өйткені сене алады оған. Оған толықтай сене алады. Қараңыз да, сондай өзінің негізгі сипаттарын айтып тұр ғой ол жерде. Егер мені жақсы көресің ба, мен сияқты жұмсақ бол, мен сияқты әділ бол, мен сияқты
шыншыл бол, мен сияқты жаңағы көркем мінезді бол деген нәрселер ғой ол. Түсіндіңіз ба? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көру ол жай ғана әшейін сөздермен немесе соған ұқсайтын бір нәрселермен емес, оған ерумен, көркем мінез көрсетумен болады екен. Сондай-ақ бұл дүниеде барлығымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті болдық. Оның алдында міндетіміз бар. Оны жаңағы Қади Ияд тізіп келтіреді. Өзі кітап сол үшін жазылған ғой. Сенің үмбет ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында қандай міндеттерің бар? Ең бірінші иман келтіруің дейді. Қараңыз, иман келтіру. Онан кейін жақсы көруің дейді. Не үшін жақсы көруді қойып тұр? Осы кезде қарайықшы, бір ақылға салып. Ғалымдар айтады, өйткені одан кейінгі тұрған міндет ол еру дейді. Иман келтіру, жақсы көру, сосын еру ізіне. Бүкіл айтқанын істеу, істегенін орындау, соны қайталау, сол нәрселер ғой. Енді адамға дейді, біреудің айтқанын істеу үшін, я болмаса оның істегенін қайталау үшін оны жақсы көру шарт дейді. Онсыз ол оны орындамайды дейді. Мынау байқайсыздар ма, жаңағы бір футболистке қызығатын жас балдар, бір әншіге қызығатын жас балдар, соның мысалы ол шаш үлгісін қойып, сол киінген сияқты киініп, мысалы, сол жүрген сияқты бір жүрістерін салып, сөйтіп жүреді, өйткені жақсы көреді да оны. Оны солай өзі бір кумир дейміз ғой, солай кумир қылып алған мысалға, солай оған жаңа еліктеп сөйтіп жүреді. Неге? Өйткені ол жақсы көріпті да. Оған айтпайды да ешкім. Анау былай істейді екен, сен де солай істе деп үйретпейді да. Ол өздігінен солай жасайды. Көрдіңіз, адам солай өздігінен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға еру үшін оған түрткі болатын бірден бір нәрсе ол махаббат екен. Өйткені әр мүміннің мақсаты осы да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, 40 хадисте келеді бұл имам Науидің. Сендердің ешбірің, ешқайсысың мен алып келген нәрсеге дейді. Хауаху деген, хауа деген кәдімгі нәпсінің қалауы ғой, өзінің жанының қалауы. Солай жанының қалауымен ермейінше мен алып келген нәрсеге, шариғатқа деп тұр ғой. Мұсылман болмайсыңдар дейді. Яғни иман келтірген, толық иман келтірген, кәміл иманды адам бола алмайсыңдар дейді. Ол не деген сөз? Мысалға, қазір намазды біз қиналып оқитын болсақ, бұл осының керағар түрі да. Намазға кәдімгідей құлшынып тұрып оқып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерін кәдімгі қызығып тұрып істеп, өзің іздеп тауып жүріп орындайтын болсаң, міне иманыңның толыққаны деп тұр да. Әр мүміннің алдындағы мақсаты сол да, сол нәрсеге жету. Неге мысалға бізде құлшылық ғибадаттарға келген кезде қиындық болады? Неге мысалы кәдімгі 5 уақыт намаз оқымайтынды айтпай ақ қойын, 5 уақыт намаз оқып жүргендерге таң намазын оқу проблема қазір мысалға. Таң намазын мешітке барып оқу былай тұрсын, тұрып сол күн шығып кетпей тұрып оқып алу проблема қазір мысалға. Ғалымдар кітап жазып жатыр ғой, таң намазына қалай ұйықтап қалмаймыз, таң намазын қалай жаңағы уақытында оқимыз, таң намазына қалай берік боламыз деген кітаптар жазып жатыр ғой ғалымдар, араб елдерінде де басқа елдерде де. Сондай кітаптардың біреуінде келеді. Бұл әрине енді Аллаға деген жүректегі тағзымның жоғалғаны, Алланың ұлықтығын, Алланың құдіретін, Алланың жаңағы құдайлық сипаттарын, көркем есімдерін адам ұмытып, содан бейхабар бола бастаған кезде жаңағыдай иманның әлсіздігі көрінеді. Дәл сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туралы адам білмеген кезде, естімеген кезде, сол білімдер азая бастаған кезде, ол өзі солай көрінеді иманның әлсіздігі. Жаңағы мысырлық бір ислам тарихын өзінің қосымша мамандық ретінде айналысып жүрген бір ғалым бар. Негізі хирург, врачты, дәрігер ғой. Сол жаңа көбінесе ислам тарихы туралы мақалалар жазады, жаңағыдай нелер, кітаптар жазады, сол туралы лекциялар айтады. Сол өзінің бір сөзінде келтіреді. Мен Америкаға неге барам дейді, жаңа семинарлар болады, жақта конференциялар болады, сол жаңа медицина саласы бойынша. Сол жаққа мені шақырады дейді. Мен мысалға гостиницада жаңағы орналасам, сол анандай жерде жаңа конференция болатын жер мысалға. Арасы бір 20 минуттық жер болуы мүмкін да. Енді мысалға олар көбінесе ол жақта ерте қояды дейді. Біз жақта 10-ға, 11-ге, 10:30-ға қойып атады ғой жиындарды. Ол жақта 6-ға қояды дейді, мысалға таңға. Әдейі мүмкін жаңағы кептеліссіз тезірек жетіп алсын деген мақсат бола ма, оны білмеймін дейді. Сөйтіп 6-ға қойған болса, мен басында ойлайтын дейді, таңғы 6-да кім келеді? Барсаң бос тұрады ғой зал. Сәл кешігіп барсам болады ғой деп. Енді ол мысырлық арабтар ғой, ол жақта да біздің қазақтар сияқты жаңағы кешігіп жүру деген ол жақсы жолға қойылған да.
Сол айтады, мен бастапқы кездерде асықпай барып жүрсем адам жиналсын деп, сөйтсем 6 болмай толып тұрады екен ғой зал дейді да. Үлкен жаңағы ол жаққа студенттер келеді, неше түрлі осы неде конференция ғой, жан жақтан ғалымдар келіп баяндамасын оқиды, сол салада оқып жатқан, сол салада жұмыс істеп жатқан, ізденіп қызығып жүргендердің барлығы келіп қатысады ғой. Сонда кейін білдім дейді, уақытында басталады. Мысалға 6-ға қойған таң намазы бір 5:40-та кіретін болса, мен сол уақытта тезірек кірген бойдан намазды оқып аламын да бірден неге жаңағы конференция болатын жаққа жүремін дейді. Сонда жолда кетіп бара жатып байқағаным дейді. Қараңыз, енді кім конференцияға барады деп отырсам, конференция былай тұрсын, кәдімгі сол жақтың шал кемпірлері, былайынша адамдар, тұрғындары иттерін алып көшеде жүреді дейді. Таңғы уақытта жұмысқа дейінгі аралықта өздері иттерін таза ауа жұтқызып, иттерін былайша айтқан кезде далаға шығарып жүреді дейді. Соны көремін, әрдайым байқаймын дейді. Сосын өзіміздің елмен салыстырамын ғой дейді. Өзіміздің елмен, елдегі мұсылмандармен салыстырамын дейді. Анау дейді, кәпір адам дейді, иман келтірмейтін, Құдайға сенбейтін, енді ол бір діни мақсатта бір ғибадат ниетімен тұрып жатқан жоқ қой ұйқыдан. Ол әшейін мына итім таза ауа жұтсын деген нәрсемен итіне бола өзін төсектен алып тұрып далаға шығып жатыр дейді таңғы 5-те, 5:30-да, 6-да мысалы. Ал Аллаға иман келтірген, өзінің намазды парызы деп есептеген мұсылман адам сол уақытта төсегінен тұра алмай жатыр дейді. Қараңыз, ана егер салыстырып қарайтын болсақ, жаңағы адамның итіне деген құрметі өзінің, қараңыз, итіне деген қадірі біздің жаратушы иеміз Раббымыз Алла Тағалаға деген келген кезде жоқ дейді ғой. Ананың еті құрлы көрмейміз дейді ғой біз, қараңызшы. Ол мұнафиқтардың сипаты дейді да. Құранда уама qadarulloha haqqa qadrih. Олар мұнафиқтар Алланы тиісті түрде құдіретін бағалай алмады дейді. Сосын ғой жаңа алдамыз, біз өтірік айттық, біз Алланы алдадық деген нәрселерді айтып жүргенінде Алла Тағала Құранда айтты, олар Алланы алдап жатқан жоқ, олар өз-өздерін алдап жатыр деп. Қарасаңыздар, шынымен де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 намаз мұнафиқтарға ауыр болады деді. Бірі таң намазы, екіншісі құптан намазы. Қараңыз да. Енді осыншалықты деңгейге біз не үшін түсіп кеттік? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінің соңында ас-сала ва ма малакат айманукум, ең соңғы аузынан шыққан сөз осы да. Намаздарыңа бекем болыңдар, намаздарыңа бекем болыңдар, 2 рет айтады. 2 рет. Және қол астындағы, яғни әйел бала шағаларың бар, ол қарауыңдағы адамдарға жауапкершілікпен қараңдар дейді. Намазбен отбасын тапсырып кетті да, қараңыз. Ең соңғы жан алқымнан шыққан кезде, аузынан шыққан ең соңғы сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазын және отбасын. Қараңыз, 2 үлкен құндылықты ойып тұрып көрсетіп кетті. Бірақ біз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен, оның жолынан, оның мінез құлқынан бейхабар болғаннан кейін біз осы нәрселерге не істеп жатырмыз? Салғырт қарап жатырмыз. Осы жерден біз кемшілік жіберіп жатырмыз. Осы жерден біз өзіміздің иманымызды, тақуалығымызды, былайша айтқан кезде мұсылманшылығымызды құлдыратып әлсіретіп жатырмыз ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы айтқан кезде көбіне Шамаил кітаптарында бірінші оның дене бітімін сипаттайды. Онан кейін мінез құлқына көшеді. Енді жанама қасында қосымша жаңа ішкен тамағы, киген киімі, құрал саймандары деген нәрселер аталып кетеді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сондай көркем, сондай ардақты жаратылыс екен көруге болады. Оның сахабалар айтады, іші мен сырты үйлесіп тұр дейді. Біз білетін көркем мінез құлқы, тақуалығы, Құдайды тануы жаңағы ішкі жан дүниесі қандай сұлу болса, оның сырты да дәл сондай сұлу дейді. Бейне бір жаңа ішіндегі сұлулық сыртына шығып тұрғандай дейді. Сахабалар сипаттап не дейді? Ол аққуа жүзді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аппақ болған. Қазіргі арабтар сияқты қара торы бидай өңді емес, кәдімгі аппақ болған, шашы қап-қара болған. Көзінің қарашығы да қап-қара болған және үлкен болған көздері. Мына қасы ұзын және иіліңкі болған. Ұзын дегенге екеуі қосылып кеткен деп ойламас үшін мына арасы қосылмаған деп айтады. Қыр мұрынды мына мұрынның үстінде нұр шашып тұрады дейді. Адам анықтап мұрнын көре алмайды, қыр мұрын ба әлде басқа ма, өйткені үстінде нұр тұратын дейді. Аузы кең сөйлеген кезде 2 күрек тісінің арасынан нұр шашып тұрады дейді. Кәдімгі жалт-жұлт етіп тұрады, тістері аппақ дейді, ірі дейді тістері. Сақалы қалың, мына білектері жуан, иығы кең, сондай бір денелі кісі деп сипаттайды. Хасан ибн Сабит деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шайыры, өзінің ақыны, мүшриктерге қарсы сондай жаңағы дінді қорғап,
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қорғап өлең жолдарымен жауап беріп отырған ақын сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында мынандай сөздерді айтады: хулиқта мубарраан мин кулли айбин кааннама хулиқта кама таша дейді. Сен бір айып, кемшілік атаулыдан таза жаратылғансың дейді. Бойыңда бір мін жоқ, бір кемшілік жоқ, бейне бір өзің қалағандай жаратылғандайсың дейді. Мысалға, саған бейне бір таңда деп айтқан сияқты да, көзің қандай болсын, құлағыңды қандай қылайын, жүзіңді қандай қылайын, иығыңды қандай қылайын деп сенен сұрап отырып, өзің қалағандай бейнеде Алла Тағала саған жаратып бергендей дейді. Соншалықты сондай сұлулық, сондай айбат пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда болған. Сол үшін де Амр ибн Ас өзінің бір сипаттауында айтады, оны жай әшейін бір көрген адам, көзің түсіп бір көріп қалдың пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды, мысалға, сен оны еріксіз құрметтеп кетесің дейді. Хәбәху дейді. Алдында сылқ етіп басыңды иесіңді, оған тіпті жүзіне тіке қарай алмайсың дейді, жаман сөздер айтпақ түгіл. Сондай болып қалады дейді. Сол үшін де не істейді, сыртынан шіреніп, қазір келсе өйтем бүйтем деп отқан Абу Жахилдер не болады? Қасына барады да сылқ ете қалады. Анау Уалид ибн Муғирада барлығы көреді, ана айбаты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басып тұрады да үстінен. Сондай нұрымен. Ал егер дейді, бұл бір көрген адам жайында айтып отырмын дейді. Егер онымен жақын араласып танысатын болсаң, жақсы көріп кетесің дейді. Қараңыз да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түріне қарап бір құрметтейсің, онан кейін оның аузынан шыққан сөз, жылы мінезі, көркем мінезіне қарап, одан сайын жақсы көріп, іші бауырына кіріп кетеді дейді ғой. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар айтады, алдында отырған кезде ол сондай әрбірімізге мәміле, әрбірімізге қарап, әрбірімізге көңіл бөледі, ана ең ішінде мені жақсы көретін шығар деп ойлаймыз дейді. Мысалы, бір топ алдында бір айтайық 200 сахаба отса, сол 200 сахабаның 200-і де Алланың елшісі мыналардың ішінде ең қатты мені жақсы көреді деп ойлап отырады да. Түсіндіңіздер ма? Сонда Амр ибн Ас айтады ғой, бір күні сондай бір неде отырып, сондай бір сезімге бөленіп отырып, бейне бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мені қатты жақсы көретін сияқты сезініп отырып, барып сұрадым дейді ғой. Я Алланың елшісі, сіз кімді жақсы көресіз деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен Айшаны жақсы көремін дейді. Өзінің жұбайы Айша анамыз айтып жатыр ғой. Жоқ, еркектерден кім жақсы көресіз деп сұрайды ғой Амр ибн Ас. Әкесін жақсы көремін дейді. Айшаның әкесі Абу Бәкір ғой, радиаллаху анху. Біздің сеніміміз бойынша, ақидамыз бойынша пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан кейін ең абзал адам Абу Бәкір. Одан кейін Омар, сосын Осман, сосын Али деп сенеміз ғой. Одан кейін әкесін жақсы көремін дейді. Сосын кім жақсы көресің? Сосын Омарды жақсы көремін дейді. Сосын кімді? Сосын Осман дейді. Сосын кім? Фаадда риджалан деп келеді. Біраз адам атын айтып тастады дейді. Содан кейін, ай сұрамай қойғанымда ғой деп ойладым дейді Амр ибн Ас айтады. Қараңызда, соншалықты мәміле пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ананың бәрін ұмытып кеткен ғой. Бәрінен мені жақсы көретін сияқты осы деген күмәнға түсіп қалған. Соншалықты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәмілесі. Әйтпесе біледі ғой, ол біз біліп отқан Абу Бәкір, Омар, Осман, Али деген порядокты, реттілікті ол біледі ғой, жақсы біледі ғой. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның махаббаты сахабаларына төккен, оларға бөлген көңілі сондай бір дәрежеде адамды кәдімгідей мас қылып жіберіп тұр ғой. Көрдіңіздер ме, қандай? Егер ятафаққаду асхабаху дейді, сахабалардың ішінде мысалы келеді ол осылай қарайды, кім жоқ болса соны сұрайды дейді. Қараңыз да, кім жоқ соны сұрайды, пәленше қайда дейді. Егер ол сапарға кетті десе, оған дұға жасайды дейді. Сапарын қайырлы ете көр, аман есен еліне, отбасына оралдыра көр деп. Егер ауырып қалды десе, барып көңілін сұрайды дейді үйіне. Егер қайтыс болды, өмірден өтті десе, бар жаназасын оқиды дейді. Қараңызда, сахабалардың сондай мәмілемен, сондай жұмсақтықпен ұстағаны. Сол оқиғалардың бірі, есіме түсіп отыр, бірде Сәбит ибн Қайс деген сахабаны іздейді ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сәбит қайда деп. Сосын бір көрмейді, білмейді ешкім, неге қақта екенін. Сол көрші тұратын сахаба, мен бар біліп келейін, Алланың елшісі дейді. Көрінбейді ғой, бүгін жоқ, ертең жоқ. Сол үйіне барса, ей Сәбит, сені Алланың елшісі іздеп жатыр ғой. Сен қайдасың? Неге мешітке келмей жатыр деп жатыр десе, сен білмейсің ба, кеше аят түсті ғой дейді. Сөйтсе Худжурат сүресіндегі, ей иман келтіргендер, Алланың елшісінің алдында дауыстарыңды көтермеңдер, оны өздеріңді аттарында атап шақырғандай шақырмаңдар. Мысалы біз Асқар, Самат деп бір-бірімізге айтқандай, оған Мұхаммед деп айтпаңдар. Алланың елшісі, Алланың пайғамбары деп айтыңдар деген сөз ғой. Сол үшін хадистерді қарасаңыздар, я Расулалла,
Алланың елшісі, пайғамбары деп жатады да. Қай сахабаны көрдіңіз барып, Мұхаммед деп айтқан мысалы. Ол құрмет та пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірінші не істеңдер, оның алдында дауыс көтермеңдер. Яғни сендердің дауыстарың оның дауысынан жоғары болып кетпесін дейді ғой. Сонда осы аят түсті ғой, сен білмейсің ба дейді. Ал мен білесің, өзім гөрілдеп қалған жаңағы дауысым қатты шығатын адаммын. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында даусымды көтеріп қоямын ба деп қорқамын дейді. Және аяттың соңында не дейді? Сөйтіп істесеңдер, өздерің білмеген күйде амалдарың жойылып кетеді дейді. Жиған сауаптарың өздерің байқамай қаласың қалай жойылып кеткенін деп жатыр да Алла тағала. Сөйтіп бүкіл сауаптан айырылып, пайғамбарға бір әдепсіздік қылып, одан кейін сауабынан екі айырылып, сөйтіп қор болам ба деп қорқам деп үйімнен шықпай отырмын дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұны естіген кезде шақырыңдар оны дейді. Алдырыңдар дейді. Алдына алып келген кезде айтады: Сәбит, сен разы емессің ба дейді. Алла тағала сені мақтаулы етіп өмір сүргізеді. Өмірің мақтаулы болады сондай. Және шахид болып өмірден өтесің. Және жәннатқа кіресің дейді. Сонда ана сахабаның пайғамбарға деген құрметіне, аятқа деген жаңағы амалды етуіне Алла тағала риза болып уахи түсірген ғой. Сөйтіп оған үш сүйінші берген ғой. Үш сүйінші. Біріншісі мақтаулы өмір сүреді, екіншісі шахид болып өледі, үшіншісі жәннатқа кіреді. Осыны айтып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қуантқан екен да. Сонда қарасаңыздар, ол сахаба Ямама деген Мусайлама Каззаб өтірік пайғамбармен болған соғыста қаза табады. Шахид болды ма? Болды. Өмірі мақтаулы болды ма? Әлі күнге дейін айтып мысалы ұлықтап дәріптеп отырмыз. Бүкіл мұсылманға үлгі болатындай өмір сүрді ма? Сүрді. Енді жәннатқа да Алланың қалауымен ол кіреді. Қараңыздар да. Осындай мәмілені, осындай бір жаңағы жылулықты, осындай жұмсақтықты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрді. Қараңыз, сахабалар айтады, оның алақаны жуан, саусақтары ұзын еді дейді. Оның қолынан ұстаған кезде дейді, Анас ибн Малик айтады, мен ешқашан ондай бір жібек болсын, басқа болсын, ондай жұмсақ нәрсені мен өмірімде ұстап көрген жоқпын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алақанынан асқан жұмсақ дейді. Ол алақаны қандай жұмсақ болса, оның мінезі де дәл сондай жұмсақ еді дейді. Оның алақаны қандай кең болса, оның кеудесі де, пейілі де сондай кең еді дейді. Қараңыздар, бүкіл мінез құлықтың жақсы, қандай жақсы түрі бар, оның барлығы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бойында болған. Толығымен болған. Айша анамыздан сұраған кезде не деп айтты? Алланың елшісі қандай еді, мінезі қандай еді деген кезде сендер Құран оқисыңдар ма деді ғой. Құран оқисыңдар ма сендер? Оқимыз. Оның мінезі Құран еді ғой. Ол деген сөз Құранда Алла тағала арасында мүміндер деген, олар Құран оқылған кезде жүректері елжірейді. Алланың жерінде жұмсақтықпен, байыппен жүреді. Оған бір надандар бір нәрсе айтса, оларға тек сәлем деген сөзді ғана айтады. Олармен тартыспайды, таласпайды деген сияқты қандай Құранда мүміннің, мұсылманның мінезі айтылады, соның бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бойында толықтай қалыптасқан ғой дейді. Егер Құранда әр жерде тұрған, біреу Муминун сүресінде, біреу Фурқан сүресінде, біреу Анфал сүресінде жатқан аяттарды бүйтіп құрастырсаң, бейне бір пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейнесі шығады ғой деген сөз да. Түсініп тұрсыздар ма? Соны дене бітім, соны адамның формасында көрсеткен ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін де сендерге Алланың елшісінің бойында көркем үлгі бар. Соған еріңдер деді. Егер ақыреттен Алладан үміттерің болса дейді. Қараңыз. Алладан үміттерің, ақыреттен үміттерің болса, өмірде ақыретте бір жақсылыққа жетеміз деген ниеттерің болса, міне Алланың елшісіне еріңдер деді. Сол үшін біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көруіміз керек. Жаңағы қадият айтып отқан сол ғой. Сен оған еру үшін сен оны жақсы көруің керек. Жақсы көре алмасаң, сен оған ере де алмайсың толықтай дейді. Жаңағы иманның ләззаты туралы хадис бар ғой, әйгілі хадис, бәріміз білеміз. Иманның ләззаты бар, дәмі бар кәдімгі, иманның күшті, тәтті дәмі болады. Адам мысалға кейде күпірде жүріп, исламға келгеннен кейін ол бір жанның рахатын сезінеді, ол қалай екі ортадағы айырмашылықты байқайды, соны адамдарға айтып жатады, ол тәттілеп тұр. Сол дәм болады дейді. Ол егер бойында мына үш қасиет болса дейді. Кейде адам байқамауы мүмкін. Біреу мысалға исламды қабылдайды, бірақ көрмейді кереметін. Ол біреу мысалға намазға жығылып, дінге бет бұра бастайды, бірақ көрмейді. Сол баяғы өмір, сол баяғы жаңа берекесіздік, сол баяғы үйдегі қырғын, жұмыстағы жаңағы жетіспеушілік, тағы мінездегі дөрекілік, сабырсыздық, соны әлі көріп жүр да ол. Мен не істеймін енді дейді, намазға жығылып, немесе одан да қажылыққа барып келдім, бір рахатын көріп жатқан жоқпын, бір мына жүректегі тыныштықты сезініп жатқан жоқпын дейді.
Оның шарты бар екен да, қарасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның 3 шарты бар дейді. Біріншісі, сенің бойыңда мына 3 нәрсе болу керек дейді. Біріншісі, Алла мен оның елшісін бәрінен артық жақсы көруің керек дейді. Қараңыз. Алла мен оның елшісін бәрінен артық жақсы көруің керек. Бұл жердегі иманның дәмі деп тұрған, ол былай көрінеді дейді. Ғалымдар айтады. Егер басына қиындық келсе, сен оны оп-оңай көтересің. Қандай қиындық болса да. Сол сияқты шариғат жүктеген міндеттер бар ғой. Соның ешқайсысын сен қиындық, жаңағы қиналмай орындайсың да. Намаз десе жүгіріп барып оқисың. Мынау харам десе бірден шошып жеркеніп тыйыласың. Сондай сенің мына шариғаттың талабымен сенің ішкі жан дүниең үйлесіп кетеді дейді. Иманның дәмі деген сол дейді. Ал оны қамтамасыз ететін сенің Алла мен елшісіне деген махаббатың дейді. Ал ол махаббат қалай көрінеді? Оны қалай білеміз біз? Бар ма бізде, жоқ па? Оны көрсететін нәрсе мынау Алланың әмірімен немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұйрығымен мына жақта харам нәрсе, тыйым салынған нәрсе екеуі қатар келіп қалған кезде сен екеуін біреуін істеуің керексің де, таңдау қолыңда тұр. Сол кезде сен мына Алланың әмірін, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұйрығын, жолын таңдайтын болсаң, бұл жоқ, болмайды. Алла тағала тыйым салған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрсені ұнатпаған, жақтырмаған деп мынаны ысырып қоя алатын болсаң, онда сенде махаббат бар дейді. Көрдіңіз бе? Ал жоқ, кешірім тілей салармын кейін, тәубе ете салармын, бір умраға барып келермін, кейін истиғфар айтамын, үйтем, бүйтем деп жасай жіберіп, Алла кең ғой, кешіреді ғой дейтін нәрсе болатын болса, онда сенде мына махаббат жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Әлі бірінші қасиетінен сен сүрініп жатсың дейді. Ал оның екіншісі, біреуді жақсы көрсең тек Алла үшін жақсы көру, ол жерде ешқандай есеп болмауы. Түсінікті? Үшіншісі, егер Алла тағала сені тура жолға әкелгеннен кейін, сен оны қайтадан адасушылыққа қайтуды отқа секірумен бірдей деп білуің дейді. Мысалға, ол иман екінің біріне бұйыратын нәрсе емес. Иман, ислам нығметі ол екінің бірінің басына бұйырмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла тағала мына дүниені, ақшаны, мансапты, жалпы дүниеге кіретін не бар, соның барлығын қалаған құлына бере береді дейді. Жақсы көретін құлына да береді, жақсы көрмейтін құлына да береді дейді. Ең бай Алланың дұшпандары болды ғой. Фирғауын қалай өмір сүрді, Қарун қалай өмір сүрді, мысалы. Құдай жоқ деп Құдайға қарсы шыққан, тіпті мен Құдаймын деген Фирғауын қалай өмір сүрді, Намрут қалай өмір сүрді. Шалқып өмір сүрді, байлық деген шаш етек төгіліп атты ғой. Алла тағала қарамайды, бере береді дейді. Жақсы көретін құлына да, жақсы көрмейтін құлына да береді. Бірақ дінді дейді, қараңыз, иман нығметін, мынау ислам нығметін өзінің сүйген құлына ғана береді дейді. Алланың таңдауы түсіп тұр сізге. Егер сіздің аяғыңызды осылай мешітке әкеп қойды ма, маңдайыңызды сәждеге тигізіп қойды ма, аузыңызға Құран аяттарын Алла тағала салып қойды ма, онда сізге Алланың таңдауы түсіп тұр, махаббаты түсіп тұр, жақсы көреді, мейірімі төгіліп тұр да. Имам Шафиғидің әйгілі сөзі бар ғой: егер сені азаптағысы келсе, сенің аузыңа калиманы салар ма еді дейді. Сен тіліңді ла илаха иллаллахқа келтірер ме еді егер сені азаптағысы келсе дейді. Келтірмесе еді ғой. Рамадан Лутфи айтады, өзінің жаңағы Құрандағы махаббат деген кітабында: егер Алла сені жақсы көре ма, жақсы көрмей ма, соны білгің келсе, сені қандай іспен шұғылдандырып қойғанына қара дейді. Сені мешіттің айналасына жүргізіп қойды ма, жоқ әлде түнгі клубтың айналасына жүргізіп қойды ма? Сені намазбен шұғылдандырып қойды ма, жоқ әлде күнә, зина істермен шұғылдандырып қойды ма? Енді шұғылдандырып қойды ма деген, сондай істе жүрсің ба сен? Қара дейді да, хайфу ақаумак дейді. Сен қандай істе сен Алла көріп тұр, соған қара дейді. Соған қарай өзің Алланың саған деген махаббатын бағалай бер дейді. Енді оны арттырғысы келсе не істеу керек адам? Арттырғысы келсе сол Алланы ұнататын, жақсы көретін істерін көбейте беру керек. Сол үшін де имам Ахмад айтады: Алла тағала сенің қазіргі мына жақсы күйіңнен тайдырғанын қаламасаң, біз көбіміз қазір айтайық, аман есен жүрміз, деніміз сау, жұмысымыз бар, әйел бала шағамыз бар, әйтеуір жұмысқа барамыз, үйімізге барамыз, аман есен, бейбіт, тыныш жүрміз да. Әйтеуір Алланың нығметінде жүрміз. Енді осы нығметтің басыңнан кеткенін қаламасаң дейді, сен де Алла жақсы көретін істен тайма дейді. Сен де осы намазыңды оқудан, мешітке келуден, Құраныңды жаттаудан, осы істеріңнен қайтпа дейді. Егер Алла тағала сені өзің жақсы көретін істерді бере беруін қаласаң дейді. Қараңыз да, бұл нәрсе үлкен нығмет. Бұны бағалау керек. Ал егер бағаланбаған жағдайда, Алла тағала айтады ғой: егер сендер теріс бұрылатын болсаңдар, сендердің барлығыңды құртам да орындарыңа басқаларды алып келем, олар сендер сияқты болмайды дейді. Қараңыз. Қазір мысалға қалай болса солай жаңағы бар ислам нығметін бағаламай жүретін болсаң, ата бабамыздан мұсылманбыз ғой біз,
бізге мұсылмандық деген гарантированный деген сияқты жүретін болсаң, алла тағала сені былай сырып тастайды да басқа мүлдем бұрын соңды мұсылман болмаған халықты әкеледі да исламды беріп солармен көтеріп қояды да. Алла тағала көтеруге исламды ешкімге мұқтаж емес. Ол біздің мұсылман болғанымызға, біздің исламды ұлықтап, дәріптеп, исламды көтергенімізге алла тағала мұқтаж емес. Бізге тек мүмкіндік беріп тұр да. Мұсылман болуға, сол арқылы өзімізді ардақты етуімізге, сол арқылы дінге қызмет етуімізге алла тағала бізге мүмкіндік беріп тұр. Ал егер оны бағалап, оны қадірлемесек, алла тағала бізді сыратта орнымызға басқа орыс, кәріс, қытайларды да мұсылман қылып сонымен исламды көтере береді алла тағала. Дін қияметке дейін жалғаса береді. Біз болайық, болмайық. Біз ұстанайық, ұстанбайық, ол дін өлмейді қияметке дейін. Ол солай кете береді. Бірақ соның ішінде біздің болуымыз, біздің жүруіміз, сол мұсылмандардың сабында біздің отыруымыз ол үлкен нығмет. Үлкен нығмет, біз соны бағалауымыз керек. Онан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайында айтқан кезде мынау береке деген нәрсені ұмытуға болмайды да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның берекесі деген нәрсе бар. Өлі болсын, тірі болсын. Сахабалар тірі кезінде дәл қалай көрді сол берекетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткеннен кейін де оған иман келтірген әрбір үмбеті оның берекетін көре береді. Осындай ол жиындардан болсын, сенің амал етіп жүрген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көркем мінездері болсын, сенің айтып жүрген салауаттарың болсын, басқа болсын, сол арқылы саған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам берекет жауа береді. Оған мен мына екі нәрсені дәлелге келтірейін. Біріншісі имам Тирмизидің сөзі. Имам Тирмизи өзінің Сунан жинағы, әйгілі хадис жинағын жазған кезде өзінің айлалы кітабында келтіреді оны, бірақ мынау кітабым дейді, менің хадис жинағы бір кітап қой енді. Толықтай иманы бар, намазы бар, оразасы бар, қажылығы бар, бүкіл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі дұрыс деп тапқан, керек деп тапқан хадистерін жинақтаған ғой. Мына хадис кітап кімнің үйінде тұрса дейді, оның үйінде пайғамбар сөйлеп тұрғанмен бірдей дейді. Бұйырып тиіп жатыр дейді, қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сенің үйіңде халал харамды айтып отыр, бұрыс-дұрысты айтып отыр, ғибадатты айтып отыр, намазды айтып отыр, жақсылықты, көркем мінезді айтып отыр, сонымен бірдей дейді, мына кітап үйіңде тұрса дейді. Әрине ол ашылып оқылып жатса деген сөз ғой енді. Екінші, Абдулла ибн Масудтың сөзі. Әйгілі сахаба, ғалым сахаба білесіздер, радиаллаху анху. Біз дейді, мұғжиза деген нәрсе бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен мұғжизалары. Адам баласы істей алмайтын, қайталай алмайтын нәрсе ғой. Айды қақ айыруы, саусақтарының арасынан су ағуы деген сияқты қырғын ғой енді, көп ол. Біреулер 1000-ға жоқ мұғжизасы болған деген имам Байхақи айтады. 1000-ға жоқ мұғжизасы болған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді. Сол Абдулла ибн Масуд айтады, біз мұғжизаларды береке деп білетін едік дейді. Мұғжиза ол береке деп санайтынбыз біз дейді. Сендер оны қазір қорқытумен байлайсыңдар дейді. Қорқыту, сондай сияқты нәрсе көресіңдер дейді. Жаңағы шошытып, міне көрдіңдер ма, әйтпесе азаптаймын деген сияқты бір нәрсе деп түсінесіңдер сендер дейді. Бірақ біз сахабалар оны береке деп білетінбіз дейді. Не үшін ол айтып отыр? Көптеген мұғжизалар берекемен байланысты да. Тамақтың көбеюі, жаңа Жәбірдің оқиғасындағы, құрманың көбеюі, арпаның көбеюі, сүттің көбеюі тағы сияқтағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолы тиген нәрсенің барлығы не үшін? Қолын мұбарак қол дейміз. Мұбарак деген берекелі деген сөз ғой. Бүкіл қол тиген нәрсенің бәрі берекеге айналып кете береді. Тіпті ауырып жатқан кезінде Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді жатып қалды ғой төсек тартып ең соңғы кездерінде. Дем салған ғой Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Сол кезде дем салған кезде біз не істейміз? Деп алақанымызға үрлейміз деп үстіміз сипаймыз ғой, егер өзімізге салсақ. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Айша анамыз дем салған кезде оның өзінің алақандарын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алақандарына үрлеп қолымен бүйтіп өзін сипатқыздым дейді. Әлі келмей жатыр, түссіз жатыр мысалы. Неге? Өткен оның қолының берекесі бар дейді. Қараңыздар, мұбарак қол. Жаңа не үшін қолы тиген суға таласты мысалы. Оның ар жағында табаррук деген үлкен біздің жаңа ақидалық тақырыптар шығады да, фиқи. Енді қараңыз, бір оқиға келтірейін осыған байланысты. Абу Хурайра радиаллаху анху бір шайқастардың бірінде әскерде жүретін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жейтін бір нәрсе бар ма деп айтты дейді. Аш кез ғой енді, жаңағы жоқ кез. Мен мына қалтама салып жүрген дорбам бар дейді. Сол дорбамды ашып едім, ішінде азын-аулақ құрма бар екен. Алланың естісем, мынадан басқа ештеңе жоқ деп айттым дейді. Ол алдына бір жаңағы мынандай шүберекті жайды да ішіндегі құрманы аударып төңкеріп төкті дейді. Санап еді 21 құрма бар екен дейді. 21 құрма бар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны қолымен сипап отырып, ана құрманы көбейтті дейді. Сөйтіп шақырып, пәленшені шақырып кел, түгеншені шақырып кел деп, жаңағы
топ-тобымен сол жерде жұмыс істеп жатқан, соғысқа дайындалып жатқан әскердегі сахабалардың бәрін шақырып отырып құрма жегізді дейді ана жерден. Барлығы тойды дейді. Соңында бір құрма қалып еді дейді. Қараңыз, бір құрма қалып еді. Ол құрманы қайтадан жаңағы дорбаның ішіне салды да, аузын байлады да, сыртынан сипап тағы да томпайтты дейді ана құрманы. Қараңыз да. Сосын маған былай деп айтты дейді: Абу Хурайра, мынаны ал. Бірақ ешқашан ана дорбаны бүйтіп сілкіп қақпа деп айтты дейді. Және бүйтіп ашып ішіне қарама деп айтты дейді. Егер құрма алғың келсе, қолыңды сұқта ішінен ала бер деп айтты дейді. Сонда қараңыз, Абу Хурайра айтады: мен бұл құрмадан өзім жедім, келген қонағыма бердім, және қанша уақыт жегенімді білесіңдер ма дейді. Мен оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тірі кезде жедім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соңғы 4 жылын көрген Абу Хурайра. 4 жыл кетті ма? Мен оны Абу Бәкірдің кезінде жеген одан құрма дейді. 2 жыл кетті ма? Абу Бәкір 2 жыл халифа болды ғой. Омардың тұсында жеген дейді. Омар қанша халифа болды? 10 жыл халифа болды. Жаңағы 4 жыл, оған 2 жылды осы 6 жыл, 16 жыл кетті ма? Османның тұсында да жеп жүредім дейді. Осман неше жыл халифа болды? 12 жыл халифа болды. Соның бүлік басталған кезеңі дейді. 2-ші 6 жылдағы ғой. Османның 6 жыл басқаруынан кейін бүлік басталды. Сонда неше жыл болды анау? 22 жыл болды ма? Сол бүлік кезінде мен аттың үстінде тұрып құрманы, жаңағы дорбаны біреуге алып беріп жатқанда, ол жерге түсіп кетті де ашылып қалды дейді былай. Аузы ашылып қалды, сонымен құрма бітті, таусылды жерде дейді. Енді мен санап айтып берейін дейді. Анау 22 жыл бір дорбадан құрма. Біреу айтса сенгісіз, бірақ ол мұғжиза ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам берекесі да, бірақ ол. Мен содан 200 уасық құрма жедім дейді. Уасық деген сөз, бір уасық 195 килограмм. Бір уасық 195 килограмм. 200 уасық деген 40 тоннаға жуық қой сонда. Шамамен. 40 тоннаға жуық құрма алдым мен сонда, алақандай құрма дорбаның ішінен дейді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам берекесі. Ол жағы әшейін алақанын сипағаннан көріп жатыр. Сол иман келтіргенінен көріп жатыр. Жанында болғанынан көріп жатыр. Енді жаңағы имам Тирмизи айтып жатқан жоқ па, кітабы сенің үйіңде тұрса, ол сөйлеп тұрғанмен бірдей деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жалпы пайғамбарлар ол өлмейді. Олар тірі. Олардың денесін жер жемейді. Көп қой сондай хадистер. Сонда қарасаңыз, егер сіз өміріңізде қолыңыздан келгенше, шама шарқыңыз жеткенше пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сеніп, иман келтіріп, оған еруге тырысып, оның мінезін, көркем мінезін, амалдарын, күнделікті орындайтын сүннеттерін орындауға тырысып, бағып жүрсеңіз, жаңағы Абу Хурайраның көрген берекесін сіз де өміріңізде көресіз. Сіз де балаларыңызда көресіз, сіз де денсаулығыңызда көресіз да оны. Алла Тағаланың құдіреті, мейірімі ол шексіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның берекесі де сондай. Ол өзінің өмірден өтуімен тоқтап қалмайды. Ол қияметке дейін кім иман келтіреді, барлығына жұға береді, барлығына жете береді. Және ешкім ойламау керек. Мен сахабалар сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көре алмаймын бәрібір деп. Олай ойламау керек. Имам Муслим риуаят етеді, сахих хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: мені үмбетімнің ішіндегі ең қатты жақсы көретіндер, солардың бір тобы, олар менен кейін келеді дейді. Яғни сендер ғана жақсы көрмейсіңдер мен деп тұр да сахабаларға. Сендер сияқты қатты жақсы көретін адамдар сендерден кейін де келеді. Олардың біреуі дейді, қараңыз. Ол жақсы көретіндердің біреуі. Тіпті мынандай бір деңгейде тұрады дейді. Бүкіл мал дүнием, бала шағам құрбан болып кетсе де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір көрсем ғой деген арманда отырады дейді. Қараңыз. Қияметтің қарсаңында, міне қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатсаң да, сенің жүрегіңде сондай махаббат болуы мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзі оған ақиқат, дәлел да. Бүкіл қолымда не бар, соның бәрінен айырылып қалсам да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір рет көрсем ғой деген нәрсе да. Бұл сағыныш ең көркем бейнеде, ол ең жоғарғы үлгіде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларында болды. Қандай болды? Оны Али радиаллаху анху айтады. Бұл Ибн Асакирдің кітабында келеді. Басқа да табақат кітаптарда келеді. Али айтады радиаллаху анху: бір күн түс көріп жатырмын дейді. Пайғамбар саллаллаху өмірден өтіп кеткен кез ғой. Түс көріп жатырмын. Түсінде сол бейне бір Мадинадағы мешітте баяғы пайғамбар саллаллаху алейхи заман екен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи бірге таң намазын оқыдым дейді. Сөйтіп тұр едім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи таң намазын оқып болды да, мынау михрабтың тұсына келіп тұрды дейді мына жерге. Сөйтіп тұрғанымызда мен де қасына барып тұрдым, сахабалар жиналып қалды. Сөйтіп тұрғанымызда бір әйел кісі бір табақ құрма алып келді дейді. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи мынау сізге сыйлық деп берді дейді.
Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып, ол жерде рутоп деп келеді. Рутоп деген жаңа піскен жұмсақ құрма ғой, ажуа сияқты кепкен тамыр емес. Соны маған біреуін берді, басқа сахабаларға да бүйтіп берді дейді бір-біреден. Мен ананы жеп көрдім дейді. Али айтады, түсі ғой енді. Мен ант етіп айтайын, мынандай тәтті құрманы өмірімде жеп көрген емеспін дейді. Құрманың ортасында өскен адамдар ғой, құрманың сортымен көріп келе жатыр ғой дәмін. Бірақ дәл мынандай құрманы мен жеп көрген емеспін дейді. Тілі үріп бара жатыр дейді дәмі. Бірақ тағы да сұрауға ұялып тұрмын дейді пайғамбар. Тағы берші Алланың елшісі деп айтуға ұялып тұрмын дейді. Өзі де бере қоймады дейді. Сөйтіп жүріп қалғанда оянып кеттім дейді. Сөйтсем таң намазына жақындап қалыпты уақыт дейді. Дәретімді алып мешітке бардым дейді. Мешітте Омармен бірге намаз оқыдым дейді. Омардың тұсы болып тұр ғой. Абу Бәкір де кеткен өмірден, Омардың халифалығы кезі ғой. Омар имамдыққа шықты, таң намазын өткізді. Сөйтіп намаз оқып болғаннан кейін ол да мына жерге тұрды дейді. Қасына барып мен де тұрдым дейді. Жалпы енді әдеті ғой пайғамбар сол заманнан келатқан. Сөйтіп тұр едік. Бір әйел кісі бір табақ құрмамен кіріп келді дейді мешітке. Өңі ғой енді бұл. Шынымен болып жатыр. Сөйтті де Омарға берді дейді. Мұсылмандардың әміршісі ғой. Сосын Омар алды да маған біреуін берді. Жаңа түстегідей. Бүйтіп жаңағы сахабаларға таратып беріп жатыр дейді. Ана құрманы жесем, дәл жаңа түсімдегі құрма ғой дейді дәмі. Сондай тәтті, сондай күшті. Сөйттім де енді ол пайғамбар емес, енді Омар ғой, өзіміз ғой деген сияқты жаңа түсінде ұялды сұрауға. Омар тағы біреуін берші мына құрмаңнан деп айттым дейді. Сонда Омардың сөзін қараңыз. Түнде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам саған тағы бергенде, мен де саған тағы беретін едім дейді. Субханалла, қарасаңыз, екеуі бір түстің ішінде жүр ғой. Соншалықты олардың сағынышы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген. Ана бүкіл кешегі сол заманды есімізге түсіріп жіберді дейді. Соншалықты сағыныш, былайша айтқан кезде бірдей түс көру былай тұрсын, екеуі бір түстің ішінде жүр ғой. Жаңа құрма таратып беріп жатқан кезде Али де тұрған, ана жерде Омар да тұрған ғой. Соны және Омар да көрген да. Бұл мысалы адам ақылына сыйғысыз, сыймайтын бір мүмкін емес нәрсе көрінеді ғой. Бірақ жүректегі сағыныш, жүректегі махаббат не істетпейді да. Солай ма? Және білесіздер, Шам еліне Құдыс алуға барған кезде Омар радиаллаху анху сол жақта жихад жасап, соғысып, Біләл жүреді ғой. Біләл пайғамбар саллаллаху өмірден өтіп кеткеннен кейін мен Мадинада тұра алмаймын дейді. Мадинаның әрбір көшесі, мешіті, мұнарасы бәрі Алланың елшісіне есіме сала береді. Мен жүре алмаймын, мен қайғым күшейе береді деп, қай жерде Иракта соғыс болып жатыр, Шамда соғыс болып жатыр, сол жақтарға кетіп қалады ғой. Сол кезде ана Құдыстың кілтін табыстауға Омар барған кезде Біләлді көріп қалады ғой. Сөйтіп бірге еріп барған сахабалар бар Мадинадан келген. Өтініш қылады, Біләл азан айтшы деп. Сонда Біләл азан айтқан уақытта барлығы ана жаңағы құлақтан кірген кезде жаңағы ностальгия дейді ғой бізде. Баяғы кезді бірден естеріне салып жібергенде тек қана еңіреп жылай берген ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам есіне түсіпті. Қараңыздар, сағыныштың біз тек махаббат туралы айтамыз ғой. Жанында жүрген Анастың жақсы көруі, мен сені Алланың елшісі жақсы көремін деп Омардың айтуы, тағысын тағы жақсы көретіндерді ғана айтамыз ғой. Бірақ олар жай ғана тірі кезінде жақсы көріп өлгеннен кейін ұмытып кеткен жоқ та. Мен айтқым келіп отырғаны сол да. Болды, пайғамбар өтті. Негізінде жаңағы Алланың елшісі өтіп еді, осындай болып еді деп қоя салған жоқ та. Қараңыз. Абу Бәкір өтіп Омардың тұсында тұрса да, Али сағынып түсінде көріп жатыр да. Анау Омардың тұсында Құдыс алынып жатса да, сахабалар Біләлдің азанын естіп, әлі ұмыта алмай жүрді. Қараңыз да, осындай сағыныш неден болып тұр? Олар көзімен көрді ғой. Олар жанында болды. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи біледі, таниды. Ал егер мына Шамаил кітаптарынан, мына Сира кітаптарынан осындай айтылып жатқан нәрселерден біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды білсек, танысақ, оның біз үшін қандай құрбандыққа барғанын көрсек те, аяп кетеді ғой Айша анамыз. Болды ғой, мына не үшін намаз оқисың, не үшін осыншама ұйықтамайсың деген кезде, ұйықтайтын уақыт өтті дейді ғой, ұйықтайтын уақыт өтті. Алла тағала мойныма мына аманатты берді, ұйықтайтын уақыт өтті дейді. Үмбетім деп кетті. Мысалы, әрбір пайғамбардың өзінің қабыл болатын бір дұғасы бар дейді. Қайтарылмайтын. Енді барлық дұғасы қабыл болады ғой, бірақ бір ерекше дұға нәсіп етеді де Алла тағала оларға. Барлық пайғамбар оны өмірінде жасады дейді. Нұхта жасады, Мусада жасады, бәрі жасады. Мен ол дұғамды қияметке алып қалдым, үмбетіме шапағат сұраймын дейді. Қараңыз да, қияметте үмбетіне шапағат сұраймын. Шаш не үшін ағарды? Біз шашы ағарды деген хадисті білеміз, және оны қай сүре ағартқанын білеміз. Енді ғалымдар айтады, Молла Али Қари айтады. Абу Бәкірдің әйгілі хадисі ғой, бір күні қарап отырып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шашына ақ түскенін байқайды. Сәл бір 10-нан асатын тал ғой. Сонда айтады, Алланың елшісі шашыңыз ағарайын депті ғой деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің шашымды ағартқан Худ сүресі және соған ұқсас сүрелер дейді. Уақиға,
жаңағы такуир сүрелер ғой, барлығында қиямет баяндалады, қияметтің қиын ахуалы баяндалады. Сол ағарды дейді, Мұла Али Қари айтады, соны пайғамбар саллаллаху алейхи өзін уайымдап, өзі үшін қорқып ағарды ма дейді. Жоқ, әрине, мені қойшы, менің үмбетім не болады, сахабаларымды қойшы, онан кейін келетіндер не болады деген уайыммен шаш ағарды дейді. Ертең күні менің шапағатым үлкен күнә істегендерге деп айтты ғой, үлкен күнәмен келетіндердің жағдайы не болады деген сияқты өзінің үмбетін ойлаумен шаш ағарды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Осындай құрбандықты көріп, осы біздің осылай емін-еркін мешітте отырсын, мешітте жаңағы Алланы ұлықтап дәріптеп отырсын, Алланың мейіріміне бөленіп отырсын, сауабын алсын, күнәсіне кешірім тілесін деген мақсатта, осы дін жетсін деген, дін аманаты атқарылсын деген мақсатта пайғамбар небір қиындықты көрді ғой. Өмірімдегі ең қатты көрген қиындығым деп Айша анамызға айтады, Таифтан қайтып келе жатқан кезінде дейді, барып таспен боран жаңағы қылып қан жосалып қайтарады ғой. Сол кездегі сөздерін қарасаңшы пайғамбар саллаллаху я Раббым, мен мынаның бәріне мән бермеймін дейді, тек сен маған ашуланбасаң болды дейді. Қараңыздар, сен міндетіңді атқара алмадың, елшім, сен мына өзіңе жүктелген аманатты орындай алмадың деп мені сөкпесең, маған ашуыңды түсірмесең болды, қалғанның бәріне төзем, көнем дейді. Сол кім үшін төзіп көніп жүр? Әрине Алланың разылығы үшін, онан кейін мына үмбет үшін да, мына біздің жаңағы ақиретіміз үшін да айналып келген кезде. Егер осының бәрін түсініп тұрып, мысалы көріп тұрып, адам шынымен жүрегіне махаббатты құйып алса, жаңағы хадисте келгендей, бәрін құрбан етіп жіберсем де бір рет көрсем ғой деген нәрсе болады да. Онан кейін сөзімізді мына оқиғамен аяқтайық. Әйгілі мұхаддис, табиғин ғалым Мұхаммад ибн Сирин деген өткен. Содан біреу сұрапты, түс жорушы деген атағы бар ол кісінің. Мен неге түсімде пайғамбарды көрмеймін, анау көріп атады, мынау көріп атады, мен өмірі көрмеймін дейді. Сонда жүр, менің үйіме қонаққа барасың деп, үйіне қонақ қалып кетеді, балық береді дейді. Одан кейін су бермейді, шай бермейді, сөйтіп ұйықтатады. Сөйтіп ертесін сұрайды, не түс көрдің деп. Түсімде бір сахарада келе жатыр екен дейді. Айнала тақыр, су жоқ, шөлдеп келе жатыр. Бір кезде жер деген жыртылып ашылып, ішінен деген су атқылап жатыр. Мен соны барып сіміріп ішіп жатыр екен. Сөйтіп сондай түс көрдім дейді ғой. Көрдің ба дейді, сен жарты күн балық жегеннен кейін суды ойлап жүріп едің. Суды ойлап, бір түн ұйықтап едің, суды ойлап. Сен суды түсіңде көрдің дейді. Сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды осылай ойласаң, осылай аңсасаң, осылай сағынсаң, осылай армандасаң көрсем ғой деген бір ой жаңағы жүрегіңді мазаласа, сен көресің ғой, неге көрмейсің дейді. Қарасаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген біздің иманымыз бәрібір де оған деген махаббатпен, оған деген құрметпен, оған деген сағынышпен, сол нәрселермен толығады екен. Онсыз біздің иманымыз толықпайды. Алла тағала баршамыздың осы қасиетті жерде, осы мешітте, Алланың үйінде жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін, біліп білместен күнәларымызды кешірсін. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika.